Сиыр ұстап пайдаға шығу үшін не істеу керек? Достар, өткен шығарылымда екі сиыр ұстап табысқа қалай шығуға болатыны туралы жасаған біздің тақырып қызу талқыланды. Бүгін мен адамдар екі сиыр ұстап неге пайда таба алмай жүргені жайлы айтып берем. Бұл жерде себеп көп. Оның басты себебі еріншектік немесе жалқаулықты айтпағанда саланы сауатты меңгермегеннен болуы әбден мүмкін. Мысалы, біздің елде көпшілік ірі қараны етке өткізгенді жөн көреді. Я, ол бір реттік көлемді кіріс. Ал егер сиырды сатпай сауса ше, табысты әлдеқайда арттыруға болар еді ғой. Бірақ көбі ерінеді олай істеуге. Жыл бойы жабайы бизон құсатып, оны жайып күзде сата салған әрине оңай. Ендеше сиырды сауып қалай пайда табамыз дейсіз ғой? Айтайын. Шикі сүтті біздің елде шайға қосады. Пісіріп ішеді. Сүттен құрт қайнатады, көже жасайды, қаймақ алады. Сосын әрине сиырдың үстінен сары май аласың. Ал сіз осы аталғандардың қайсысын кәсіби түрде игеріп жатырсыз? Бір тәулікте 2 рет сауылатын сиырды сіз неше рет сауып жүрсіз? Бұзауыңыз еміп қойып жүрген жоқ па? Сиырыңыздың желіні қандай? Жарылып немесе тас болып қатып қалмап па екен? Айтпақшы, қазір біреулер ой, сиыр сүтті аз береді деуі мүмкін. Ал сіз көп сүт, мол ет алу үшін, ірі қараңызды асылдандыру үшін әрекет қылдыңыз ба? Әлде қорада атамның көзін көрген деп дүбәрі 6 сиырды айдап әлі жүрсіз бе? Ойлап көріңізші, сіз қай жерде қалып кеттіңіз? Сөйлеген Қараторғай, Дала Кемп парақшасы сіздер үшін. Мына видеоны әрі қарастайтын таныстарыңызға жіберіңіздер.